Бауырдан дәмді, тәтті, витаминде осындай торт дайындайтын боламыз. Ешқандай да сынбайды, бір жасағынан шығады. Міндетті түрде дайындаңыз. Ең алдымен осындай үйдегі қатты нанның үстіне сүтті құясыздар. Сүттің температурасы маңызды емес. Дәл осылай араластырып қоясыздар. Оған дейін бауырды аласыздар. Менде жылқының бауыры, сіздер кез келген бауырды ала берсеңіздер болады. Бауырды майдалап турап, мен сияқты блендер немесе кәдімгі ет тартқышпен жасасаңыз болады. Менде блендер кішкентай болғандықтан барлық затты аз-аздан бөліп, дәл осылай ыдысқа салып алдым. Яғни картошка, пияз, чеснок, сәбіз. Бұл жерде чеснок пен сәбіздің көп болуына байланысты сіздің котлеттеріңіз дәмді болады. Сондықтан чеснокты, пиязды көп қосыңыздар, я, және де сәбізді де. Дәл осылай барлығын үкіштен өткізіп болғаннан кейін соңғы бөлігіне осылай сүтті нанды салып, оны да тағы да езіп жібересіздер. Дәл осылай біркелкі араласқаннан кейін бір ыдысқа барлық массаны құйып аласыздар. Кейін үстіне дәміне қарай бұрышын және де тұзын саласыздар, қыздар. Тұзын көп салып жүрмеңіздер. Кейін тұзын салғаннан кейін бір дана жұмыртқа, көп мөлшерде керек емес, 1 кило бауырға бір ғана жұмыртқа қолдандым. Дәл осылай венчикпен жақсылап араластырып шығасыздар. Кейін үстіне ұн саласыздар. Менде 5 ас қасық көлемде ұн кетті. Кішкене көп котлетті жасағаннан гөрі бұл тортқа кішкене ұн көптеу қосылады. Қызып тұрған табаға осылай майды құясыздар да, 1 ожау көлемінде котлет сияқты қылып жайып осылай салып шығасыздар. Кішкене қалың болып қалса, лопаткамен осы видеода көрсетілгендей жақсылап жайып шығыңыздар. Егер осы видео ұнап тұрған болса, лайк қойыңыздар, және де мен сіздерді каналда күтетін боламын. Каналда өте ерекше, жаңа, тез дайындалатын рецепттер өте көп. Міндетті түрде каналға өтіңіздер, және де каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай котлеттерді, яғни торттың қорждарын пісіріп ала бересіздер. Міне қызып тұрған отта болса болғанына. Кейін достар, осы арасына начинкаға кез келген начинка қоса бересіздер. Мысалы, менде осы жерде жиналу бәрі көрсетілген. Арасына мен пияз бен сәбізді майда қуырып, соны қостым. Оны міндетті түрде қосасыздар. Кейін қосымша кәдімгі помидор қоссаңыздар болады. Помидор кішкене сочный, әдемі қылатын болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей майонез, қоспа, одан кейін қайтадан котлет, бауырларды салып шығасыздар. Сонымен торт дайын, достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі ерекше, сынбайды, бірден жасағаннан шығатын болады. Қандай үлкен размерде жасасаңыздар да керемет шығады. Кейін үстіне осылай майонез жағып, әсемдегі өз қалауларыңыз бойынша мен кәдімгі жұмыртқаның ағы мен сарысын 2-ге бөліп жаға салдым. Домалақ кез келген пиала болсын, осылай ортасына қойып, шетін жағып шықсаңыздар болады. Укроп сепсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де жеп көріңіздер, дәмін айтыңыздар. Мен сіздерді комментарийда отзывтарды күтетін боламын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Басқа да жаңа рецепттер шығуы сіздердің әрбір лайктарыңызға, комментарийларыңызға байланысты.